Гендік инженерлер бірнеше жануарлардың ДНК-сын біріктірді және енді қалада нағыз құбыжықтар серуендеп жүр. Бұл Rampage фильмі және ол сіздерге міндетті түрде ұнайды. Оқиға Афина орбиталық станциясында басталады. Онда тыйым салынған эксперименттер жүргізілген. Қазір станция талқандалған, барлық жерде денелер ұшып жүр. Экспедицияның соңғы қатысушысы командалық орталыққа эксперименттің жоспар бойынша өтпегенін хабарлайды. Сынақ объектісі босап дүрбелеңге түсуде. Оның сөзіне сенбейді. Сынақ объектісі бұл жай ғана егеуқұйрық. Әйелдің эвакуациялануына тыйым салады. Не ол эксперименттік үлгілерді алып, олармен бірге жерге оралады, не мүлде оралмайды. Әйел зертханаға оралады. Ол үлгі контейнерлерін алып, бұрын егеуқұйрық болған нәрсені байқайды. Енді бұл аттың көлеміндей тікенді құбыжық. Әйел құтқару капсуласына кіріп үлгереді. Құбыжық ашуланып, терезені тырнақтарымен тырнауда. Капсула жерге ұшып, атмосфераға енеді, бірақ қуануға әлі ерте. Зақымдалған әйнек жарылып, капсула апатқа ұшырайды. Жерге ауысамыз. Біз приматологтар тобын көреміз және оны Дэвис Акои басқарады. Ол гориллалар тобы мен жаңа жас еркек арасындағы байланысты түзеуге тырысады. Жаңадан қосылған жануар адамдарды көргенде қобалжиды. Кенеттен шөптердің арасынан үлкен горилла альбинос пайда болады. Жағдай шиеленісуде. Еркек гориллалар бір-бірін анық жақтырып тұрған жоқ. Мұны көрген жас приматолог шошып, қаша жөнеледі. Жаңадан келген горилла оның соңынан қудалай жөнеледі. Бірақ альбинос ақмақ адамды құтқарады. Мәселе шешілді. Альбиностың есімі Джордж екені белгілі болды. Дэвис Джорджты тәрбиелеп өсірді. Онымен дос болып, оған тілін үйретті. Джордж адамдардың эмоциясын, әзілді түсінеді. Тіпті бір-екі әдепсіз қылықтары да бар және зерттеушілер көргендеріне тәнті болып тұр. Ғалым қыз Дэвиске тіпті қырындайды, бірақ ол оны елемейді. Ол адамдарға қарағанда жануарлармен араласқанды әлде қайда жақсы көреді. Дэвис саябақтан кетіп бара жатқанда, оның көлігінің үстінен аспаннан біз жарқылды көреміз. Бұл эвакуациялық капсуланың жарылысы. Жұмбақ үлгілері бар контейнерлер аман қалды. Олар ақш ұлттық саябағының 3 бөлігіне құлайды. Контейнерлердің бірі Джорджтың қоршауына тап болады. Горилла таныс емес бұйымды табанымен түртіп көреді және оған жасыл нәрсе шашырайды. Таң атады. Қорықта дүрбелең басталған. Дэвиске оның сүйікті жануары гризли қоршауында қалып қойғанын айтады және бұл гризлидің жол болмаған сияқты. Аюдан қалған нәрсені айналып өтіп, Дэвис Джорджпен әңгімелесуге тырысады. Горилла өзін нашар сезініп үңгірде тығылып отыр. Ол сыртқа шыққанда жағдайдың бәрі түсінікті болады. Бір түннің ішінде онсыз да үлкен примат 2 есеге үлкейген. Дэвис шошып кетеді. Бірақ не болды екен? Ал ең бастысы бұған кім кінәлі? Әрине, сәнді кеңседегі ауқатты адамдар. Танысып қойыңыздар. Бұл інісі мен әпкесі, Клэр мен Брэд Уайдендер. Олардың компаниясы орбитада тыйым салынған эксперименттер жүргізді. Rampage жобасы әртүрлі жануарлардың ДНК-сын біріктіріп, тірі қару жасаулары керек еді. Өйткені, егер қарапайым егеуқұйрықты құбыжыққа айналдыру мүмкін болса, онда әскерилер бұл технологияға миллиардтаған долларлар төлейтін еді. Ең бастысы орбитадан құлаған үлгілерді алу. Бұл үшін Клэр Вайомингке жалдамалы топты жібереді. Ал әзірше тағда бір кейіпкер Кейт Колдуэллмен танысайық. Кейт генетик ғалым. Таңертең ол орбиталық станцияның апатқа ұшырағаны туралы жаңалықты көреді. Станциядан қандай да бір бұйым жерге тап болды және бірнеше жануарды жұқтырды. Мысалы, горилла Джордж пен Вайомингтегі аты аталмаған қасқыры сияқты. Әзірше толық ақпарат жоқ, бірақ Кейт қатты қорқады. Ол жануарлардың неден зардап шеккендерін білетін сияқты. Осы уақытта Дэвис қиындыққа тап болады. Оның сабалақ досы өзгеруін жалғастырады. Оның қанында өсу гормондарының керемет концентрациясы бар. Дэвис не істерін білмейді, бірақ шешім оны өзі табады. Кейт келеді. Ол Джорджқа ерекше мутаген әсер еткенін айтады. Ол бір жануарға басқаларының қасиетін береді. Нәтижесінде акула сияқты шексіз өсе алатын, гепард сияқты жүгіре алатын және аю сияқты төбелесетін құбыжық будандар пайда болады. Кейт мутагенді жасауға жекелей қатысқан, яғни ол горилланы емдей алады. Өсудің жеделдеуіне байланысты примат адам төзгісіз аштықтан зардап шегеді. Тамақ іздеу үшін ол торды сындырып бостандыққа шығады. Дэвис горилланы тынышталдыруға тырысады, бірақ кенеттен барлау қызметінің тікұшағы пайда болады. Джордж ұйықтататын дәрілер бар жебелерді қабылдап жерге құлайды. Бірақ Вайомингте не болып жатыр екен? Жалдамалылар орманға қонып ауру қасқырды іздеп жүр және табады. Бірақ қасқырды емес 10 метрлік құбыжықты. Жыртқыш бүкіл топты жояды. Ол тіпті тікұшаққа да секіреді. Қасқыр қарын тойдырып кетіп қалды деп шешіп, жалдамалылардың жетекшісі босаңсиды, бірақ бекер.
Осы уақытта ұйқыда жатқан горилланы Дэвис пен дәрігер Колдуэллды ЦРУ қызметкерлері алып кетеді. Топты агент Рассел басқарады. Расселдің мақсаты Уайдендер отбасы. Олар көптен бері биологиялық қару жасап жатыр деген күдікке ілінген. Мутант горилла маңызды дәлел. Оны ұшақпен штабқа апарғалы жатыр. Ұшу кезінде Рассел Дэвиске жаңа досының оны алдап жүргенін айтады. Кейт компаниядан баяғыда қуылған және ол Джорджты қалай емдеу керектігін білмейді. Бұл арада Уайдендер ЦРУ дәрігер Колдуэллды тұтқынға алғанын біледі. Бұл қауіпті, өйткені Кейт оларға компромат жинайды, бірақ Клэр Уайден шешімін табады. Мутаген оның барлық құрбандары арнайы төмен жиілікті импульске жауап беретіндей етіп жасалған. Клэр Чикагодағы зәулім ғимаратта антеннаны іске қосады. Енді жұқтырған құбыжықтар оның кеңсесіне өздері келіп бір-бірін жояды. Клэр олардың сүйектерін алып мутагенді қайта жасайды. Гориллаға келетін болсақ, сигнал оған 10 000 метр биіктікте де жетеді. Құбыжық ашуланып ұшақты жоятын болады және дәрігер Колдуэллге қатысты мәселе өздігінен шешіледі. Антенна іске қосылады. Әлде бір алып нәрсе өзен бойымен Чикагоға қарай жылжи бастайды. Қасқырда естілмейтін қоңырауға асығады. Джордж оянады да ашуына мінеді. Клэрдің жоспары ойдағыдай болып жатқан сияқты. Горилла ұшақта тесік жасайды. Қуанышқа орай Дэвис пен Кейт парашюттерін тағып үлгереді. Рассел есінен танып қалған. Әрине, Дэвис оны құтқарады. Ұшақтың сынықтары жүгері алқабына құлайды. Мутант горилла аман қалып Чикагоға қарай ұмтылады. Бұл уақытта Уайдендердің кеңсесіне ФБР келеді. Клэр сабырлы. Ол Rampage жобасына ешкімнің қол жеткізе алмауын қадағалап қойған. Рассел эвакуациялануға сұраныс беріп жатқанда, Кейт Дэвиспен татуласуға тырысады. Ол науқас ағасын құтқару үшін Уайден компаниясына жұмысқа орналасты. Қыз оның эксперименттік әзірлемелері биологиялық қару жасау мақсатында қолданылатынын білмеді. Оның Уайдендерден кек алғысы келеді. Дэвис оны кешіреді, өйткені олардың қазір ортақ жаулары бар. Рассел, Кейт және Дэвис әскери базаға ұшып келеді. Мұнда құбыжықтардың бағыты бақыланады. Горилла мен қасқыр бірге Чикагоға қарай бет алды. Дэвис әскерилерге бұл түрлердің ынтымақтаса алмайтынын түсіндіреді. Шамасы олар жай ғана ортақ ынталандыруға жауап беріп жатқан сияқты. Чикагоны шұғыл түрде эвакуациялау қажет. Бұл тіршілік иелерін қарапайым қарулар тоқтата алмайды. Әрине, әскерилер оның кеңесіне құлақ аспайды. Дэвис пен Кейт штабтан шығарылады. Қыз тез арада Уайдендердің кеңсесіне бару керек деп санайды. Олардың қауіпсіздік торынсыз құбыжықтарды шығарулары екіталай. Оларда жануарлардың агрессиясын тоқтататын және оларды бақылауға мүмкіндік беретін антидот болуы керек. Дэвис пен Кейт қамаудан қашуға бел буады. Олар тікұшаққа жетеді, бірақ оларды онда Рассел күтіп тұр екен. Қуанышқа орай агент оларды тоқтатқалы жатқан жоқ. Керісінше құтқарылғанына ризашылық ретінде ол Дэвиске тікұшақтың кілтін береді. Жұптар Чикагоға ұшып бара жатқанда әскерилер Дэвистіңкі дұрыс екеніне көз жеткізеді. Қасқыр мен горилла сарбаздарды оп-оңай жайратады. Полковник Чикагоны эвакуациялауға бұйрық береді, бірақ енді тым кеш. Қалада адамдар тым көп, ал құбыжықтар жақындап қалды. Ал тағы олар өте үлкен және керемет күшті. Қасқыр мен горилла Чикагоға жетеді. Олар жолындағының бәрін қиратып, радиаторы бар мұнараға бар жатыр. Бірақ ұлттық саябаққа 2 емес 3 мутаген контейнері құлаған болатын және 3-ші құбыжық бұл үлкен қолтырауын. Құбыжықтарды артиллерияда, авиацияда тоқтата алмайды. Олар қол жеткізе алғандарының бәрін жойып жіберетін сияқты. Полковник ең үлкен ядролық бомбаны тастауға бұйрық береді. Ол қаланың жартысын жарып жіберуге қауқарлы. Расселге бұл ұнамайды, сондықтан ол Дэвис пен Кейттің артынан Чикагоға жол тартады. Бұл уақытта Уайдендер кеңседен кеткелі жатыр. Клэр оларға қонақтың келгенін байқайды. Зертханаға Дэвис пен Кейт кіріп кеткен. Олар дәлелдерді іздеуде, бірақ таппайды, өйткені ФБР тінту кезінде барлық қатты дискілерді тәркілеген. Бірақ Кейтті алдай алмайсың. ФБР барлығын дерлік алып кетті, бірақ смарт термостаттарды емес. Олармен де компанияның серверлеріне қосылуға болады. Өкінішке орай серверлер бос. Айғақтар тек Уайдендердің ноутбуктарында ғана қалған. Құрғол кеткісі келместен, Кейт зертхананы тінтей бастайды. Оның күдігі ақталды. Уайдендерде шынымен де антидот болыпты, бірақ тек оны алып кету оңайлыққа соқтырмайды. Клэр тапаншамен қаруланып, біздің кейіпкерлерімізден оған антидот ампуларын қайтаруды бұйырады. Содан кейін ол Дэвиске оқ атады. Дәрігер Колдуэллды ол өзімен бірге алып кетеді. Оған мутагенді қайта жасау үшін осы қыз керек.
Уайдендер зәулім ғимараттың басындағы тікұшақ алаңына көтеріледі. Құбыжықтар оларға қарай асығуда. Ғимарат олардың салмағынан қирай бастайды. Уайдендер ұшып үлгермейді. Горилла тікұшаққа бірінші болып жетіп, оның құйрығын жұлып алады. Қалдықтар дәрігер Колдуэллге қарай ұшады, бірақ кенеттен оны Дэвис құтқарады. Ол тек өлі кейіп танытқан болып шықты. Клэр өмірлік маңызы бар органдарға жете алмады, бірақ енді не істеу керек? Құбыжықтар дүрбелеңге түсіп жатыр. Антидот енді жоқ. Бірақ тоқта, Кейт бір ампуланы ұрлаған. Ол антидотты Клэрдің сөмкесіне тастайды, ал сосын Горилланың назарын айғаймен аударады. Клэр енді Горилланың ішінде, ал демек Горилланың ішінде антидот та бар. Клэрдің інісі бірінші қабатқа түседі. Онда оны Рассел қарсы алады. Агент, егер ол дәлелдері бар ноутбукты берсе, жігітті жіберуге уәде береді. Ол қуана келседі де қаша жөнеледі, бірақ онша алысқа емес. Көшеде оған қабырғаның бөлшегі құлайды. Дэвис пен Кейт тікұшаққа отырады. Оның құйрығы сынған, бірақ олардың ұшулары міндетті емес. Тек күш жасап қоқыстауында қалу жеткілікті. Ғимарат құлайды. Дэвис пен Кейт сәтті қонып Джорджты табады. Оған ақыл ойы қайта оралды. Бірақ бақытты хэппи эндке әлі алыс. Үйінділердің астынан қасқыр мен қолтырауын шығады, ал қалаға жойғыш ұшақтар ұшып келеді. Кейт әскерилермен байланысып, бомбалаудың алдын алу үшін кетіп қалады. Қалада мыңдаған бейбіт тұрғындар бар, ал құбыжықтарды бомбаның көмегінсіз-ақ құртуға болады. Дәл осымен қазір Джордж пен Дэвис айналысып жатыр. Алдымен Дэвис қасқырды алдайды. Ол адамға ұмтылады, бірақ қолтырауының аузына тап болады. Бірақ енді қолтырауының өзінен қалай құтылуға болады? Оқта, граната да, зымырандар да оған сызат түсірмейді. Джордж ауыр жарақат алған, демек көп ұзамай ұрысқа қатыса алмайды. Бірақ оның адам досына қауіп төніп тұр. Үлкен қолтырауын оны міне жұту алдында. Джордж бар күшін жинайды да соңғы серпіліс жасап, арматураны құбыжыққа қадайды. Қолтырауын жеңілді. Кейт пен Рассел бұл жайында әскерилерге хабарлайды, және олар соңғы минутта авиасоққыны қайтарады. Горилланың арманы орындалды. Дэвис бұл жолы Джордж оны шынымен құтқарғанын мойындайды. Оның үстіне ол мыңдаған бейбіт тұрғындарды құтқарды. Горилланың көзі жұмылады. Ол есін жоғалтады. Дэвис досын жоқтап жатыр, бірақ бекер. Джорджтың әзіл оспақ сезімі керемет екені естеріңізде ме? Сөйтсек, Горилла жай ғана өлген сыңай танытыпты. Шын мәнінде барлығы тірі, сондықтан бұл шынымен хэппи энд. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін бұл бірнеше секунд, ал мен үшін 100 000 жазылушыға бастап барар үлкен қадам. Келесіде кездескенше.